Қайырлы күн достар, сіздермен Мерей, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында ішхана заттан дүкендегідей сырдың, яғни ірімшіктің рецептін ұсынамын. Өте оңай жасалынады. Жасалуына 5 қана минут жеткілікті. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеодағыдай нағыз ірімшік шыққанын қаласаңыз, видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, барлығын біліп алыңыз. Ірімшікті жасау үшін бізге сүт қажет болады. Түбі қалың ыдысқа 2 литр сүт құямыз. Сүтімізді қайнағанша қоямыз. Сүтімізге міндетті түрде жарты шай қасық тұз салуды ұмытпаңыздар. Тұзымызды салып араластырып, қайнағанша қоямыз. Сол аралықта сүтімізге қосатын жұмыртқа мен қаймақты араластырып аламыз. 3 жұмыртқа қолданамыз. Егер жұмыртқаларыңыз кішкентай болса, 4 жұмыртқа қоссаңыздар болады. 4 қасық қаймақ саламыз. Қаймақ менде 20% қаймақ. Барлығыңызға соны қолдануға кеңес етемін. Жақсылап қаймақ пен жұмыртқаны араластырып аламыз. Міне араластырғанда осындай сұйықтық болып шығуы қажет. Сүтіміз қайнайын деп бастағанда жаңағы массамызды құйып, жақсылап араластырамыз. Осы кезде міндетті түрде астына жабысып қалмауы қажет, жақсылап араластырып алыңыздар. Міне осылай кішкене қайнай бастайды. Осылай қатты қайнағаннан кейін отымыздың астын баяу қойып, 5 минуттай тағы да қайнатамыз. Қайнаған сүтімізден осындай ірімшіктер бөлініп шығады. Осылай ірімшіктер бөлініп шыққаннан кейін оттың астын өшіріп, марлеге сүзіп алатын боламыз. Марлінің астынан шұңғыл ыдыс қоямыз, сар суларын артық алу үшін. Барлық ірімшігімізді салып алғаннан кейін марлымызды қолымызбен жинап, қасықтың көмегімен сары суын бөлек ыдысқа құйып тазалаймыз. Марлымызды қатты бұрап, қолымызбен жасасақ та болады, бірақ мына жерде ыстық болғандықтан абайлап, қимылдап, қасықтың көмегімен қатты бассаңыздар, сары су өзі бөлініп шығады. Міне видеода көріп тұрғандай жасаңыздар. Міндетті түрде сары суын барлығын сығып алып тастауымыз қажет. Сырымыз сонда біздің бір-бірімен бірігіп, жақсы болып шығатын болады. Мен осындай сүзгішке қойып, үстінен 2 литр су басып қойдым, ауыр зат ретінде. Осылай басып қойғаннан кейін 5 сағатқа қойып қоямыз. Біздің ірімшігіміз бірігуі қажет. 5 сағаттан кейін холодильникке салып, мұздатып алуға болады. Міне біздің үй жағдайында өте дәмді жасалған ірімшігіміз дайын болды. Балаларыңызға, жақындарыңызға қатты ұнайтынына сенімдімін. Және де таза табиғи өнім болғандықтан жиі жасап беруге кеңес етемін. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Кесіп көретін боламыз. Міне жұп-жұмсақ, өте нәзік кесіліп жатыр. Достар, егер видео ұнаса, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Алда түрлі рецепттер болады. Сондықтан жанындағы қоңырауша белгісін басуды да ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.